Тамаша, біз бүгін сіздермен қазақ тілі сабағын өтпекшіміз. Қазір ең бірінші сабақты бастамас бұрын біз нейрожаттығулар жасап алайық. Айымызға. Нейрожаттығулар жасап алайық. Енді қазір қолымыз картада. Жақсы. Қазір мен тез жасайтын болам. Сіздер менімен бірге қайталайсыздар. Алақанды ашпаймыз. Қолымыз жұдырығымызды жауып тұрамыз, иә? Міне. 1, 2, 3. Мен ашып қойдым ғой. Сіздерді ашып боларыңыз керек. Жақсы. Тез. Ашпау керек. Жақсы, тамаша. Енді саусағымызды көтерейік. Қазір мен сол жақ қолымдағы саусақты айқастырамын. Оң жақты ашып ұстаймын, иә? Енді орнына ауыстырамыз. 1, 2, 3. Тез жасауымыз керек. Тез. Тез жасауымыз керек. Жақсы. Тамаша. Енді алақан жұдырық деп аталады. Нейрожаттығу. Қазір картаға алақанымызды қоямыз. Бірақ картадан дыбыс шықпау керек, балалар. Тарсылдатып жібермей, иә? Жақсы. Алақан, жұдырық. Алақан, жұдырық. Алақан, жұдырық. Тамаша. Енді біз өз сыныпта кім тағдамаға жасап берем дейді? Кім жасатам дейді? Әмін әкелі өш? Тез. Қандай білесің? Қандай нейрожаттығу білесің? Тез жасауымыз керек. Әмин бірге қайталайық бәріміз. Қонақтар сіздерде қайталаймыз. Тез. Бірдей жасауымыз керек. Тез. Саусағымыз келмей жатыр ма қайға? Тез. Әмелі тамаша жасау. Жақсы. Ал тағы да кім бар біздің арамызда жасап беретін? Келу және жасайсың ба? Жасайсың ба? Міне жерге көріп кетесің. Ал бәріміз Амелиге қарай. Қайталаймыз енді. Бірдей. Дыбыс шығармайды, иә? Тамаша, жақсы. Ал біз сіздермен кішкене саусағымызды, миымызды қозғап алдық, иә балалар? Жақсы, бірдей жұмыс жасайтын боламыз. Енді қазір біз өткен тақырыпқа, өткен сабақты пысықтап алайық. Өткен сабақты пысықтау үшін қазір тақтаға оқушыларды шақырайын. Кім келеді екен? Қол көтере берейік. Ал. Береміз дейді. Айару. Қасау. Bir canımız bekleyin, ya? Снесу дегеніміз заттың сапасын көріп өзгеретін заттарды санесін дейді. Санесін дей ма? Сінесін дейді. Оларға қандай әдемізді қойылады салып, әдемі, қалың, ардақты, тамаша, жақсы. Ардақты қандай сінесің? Туынды сінесің. Жақсы, рахмет. Тамаша, тағы кім келеміз дейді? Балауса келі ғой. Ал айтады, қай сұрақтан дейсің? Төрт. Сұрақ қой. Сізге қандай сұрақ қойылады? Сізге қай деген сұрақтарды қойылады? Бір мысал келтіреміз ба? Бұл әдемі, көрікті, ардақты, сүтті деген сияқтылар. Тамаша, рахмет, жақсы. Тағы кім келем дейді? Ал. Кім келем дейді? Келмес келе ғой. Қандай ғой? Жанешім, жұқтарым, ата, нешінші, қаншашы, неше. Қанша, неше деген сұрақтар қойылады.
шығады екен сан есімге, иә? Тамаша, жақсы, рахмет. Ал, Амин. Қаса бол. Негізгі сын есім мен туынды сын есімнің айырмашылығын айт. Негізгі сын есім мен туынды сын есім. Сын есім түбір сөзден жасалған сын есімді негізгі сын есім атаймыз. Ал түбір сөзден зат есім түбір сөзден жасалған сын есімге жұрнақ жалғану арқылы туынды сын есімді атаймыз. Туынды сын есім деп атаймыз, иә? Тағы кім толықтырып айтам дей ма? Бар ма толық айтамын дейтін? Амин айта ғой, ал толықтырып, жақсы. Толықтырып айта ғой. Туынды сын есім мен негізгі есім тез айтып жібер. Негізгі сын есім ол туынды сын есімнен басқаша, себебі туынды есімде жұрнақ жалғанады. Жақсы, жұрнақ жалғанады. Жақсы, тағы кім келем дейді? Аделя келе ғой. Тек туынды сын есімдерге мысал айтып көр. Сүтті, атақты, өнерлі, ардақты. Тамаша. Тағы бар ма? Айтып жібереміз ба? Ал, айта қойыңдар. тапқыр, қызықты, саналы, өнерлі. Тамаша. Тағы да туынды сын есімге? Білімді, білікті. Сұлу дейді, жарайды, жақсы. Жақсы, енді бізде бір сұрақ қалды. Тез айтып жіберейік. Біраз. Bir жүз таппайқа сөздеріне туынды сын есім жасап. Осы сөздерде туынды сын есім жасау. Білікті. Я. Жүзгіш. Жақсы, тамаша. Жақсы. Байқағыш. Байқағыш. Дұрыс па, балалар? Жақсы, тамаша. Енді балалар, мен сіздердің столдарыңызға өздеріңіз бағалау үшін мынандай тұлпарлар қойып қойдым. Байқадық па тұлпарларды? Жаңағы тақтаға шыққан оқушылар өздері бағалап, сұраққа жауап берсеңіздер, 1 ұпайға апарып қоясыздар, 1 ұпайға. Я? Сұраққа жауап берген сайын, тапсырманы орындаған сайын, өздеріңіз бағалап отырасыздар. Түсінікті ғой? Қазірше тақтаға шыққан оқушылар істейді? 1 ұпай береді. 1 ұпай береді. Кім шыққан есімізде ғой, балалар? Тамаша. Енді қазір дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жаза берейік. Күнді жазайық, бүгінгі күн. Нешесі? Сәуірдің 9-ы. Сынып жұмысы. Әдемі жазайық. Сулы жер, нулы жер. Жазып қойдық па, балалар, күнді? Әдемі жазамыз, көркем жазамыз, тік отырамыз, денемізді дұрыс ұстаймыз. Сулы жер, нулы жер жазыпсың ғой. Сулы жер, нулы жер жазбақсың ғой. Жазсаш, тақтадан. Сулы жер, нулы жер. Жақсы, балалар, енді экранда сандар бейнеленген. Байқадыңыздар ма? Біздің өмірімізге сандар өте қажет. Біз өмірімізді сандарсыз елестете алмаймыз, солай ма? Ендеше, мына жердегі сандардың, мен сіздерге сұрақ қойып жіберейін, айтып жібересіздер ма? Біз қазір қай ай өзі? Нешінші ай? Сәуірдің 9-ы. Сәуірдің 9-ы нешінші ай? Сәуір нешінші ай? 4-ші ай. Ендеше қазір 4-ті басып көрейік. Қандай әріп шықты? С. Жақсы. Күн нешесі? Бүгін күн нешесі? 9-ы.
сәуірдің 9-ы. Жақсы. Жақсы. Қай мектепте оқимыз? 2-ші май лицейінде оқимыз, иә? Сыныпта неше оқушы бар? 25 оқушы бар. Тамаша. Абай Құнанбаевтың қанша қара сөзі бар? 45 қара сөзі бар. Дұрыс айтасыздар. Сіздер нешінші сынып оқисыздар? 3-ші сынып оқисыздар. Мына жерде жаңа техникалық ақаулардың қате кеткен екен. 3 деген болу керек пе? Сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз сан есім. Жақсы. Сан есім дегенімізде кім біледі? Біз 2-ші сыныпта сан есімді 1-ші сыныпта, 2-ші сыныпта оқып кеткен болатынбыз, иә? Ал сан есімнің ережесін кім біледі? Тағыдан басқа? Сан есімнің ережесі Сұрағын айтса қаншасы нешінші қанша неше деген сұрақтарға жауап береді екен. Жақсы. Сан есімнің толық ережесін кім айтып жібереді? Заттың несін білдіреді? Бұл көтеріп айтар, иә? Әдел айтып жүрші. Заттың санын білдіретін сөздер сан есім деп айтылады. Сан есімге нешінші, қанша деген сұрақтар қойылады. Мысалы 4, 2, 3, 45. Жақсы, тамаша. Ендеше оқулығымызда 21-ші жаттығу. 21-ші жаттығу мәтінді тыңда деп тұр, иә? Біз қазір мәтінді тыңдап көрейік. Ал енді тыңдайық. Асан үйінен шығып, малда ауылдағы атасына кеткен. Демалыс кезінде атасына барып сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастады. Бекер қуылдап жегені кетуде ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерінің кезері тамсанып қояды. Шіркін, бір оттан су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рахат. Жақсы. Осы тыңдаған мәтінді дұрыс тыңдадық па? Түсіндік па? Енді оқулықтан да қарауға болады. Бұл мәтіннің жаттығу оқулықтарды. Осы мәтіннің ішіне тірек сөздер тауып аламыз. Тірек сөздер тауып, оны жазамыз. Тірек сөздерді тауып жазайық. Тірек сөздерді жазайық. Бәріне емес мәтіннің тірек сөздер ғана жазамыз. Қайда келе жатыр? Атасының үйіне келе жатыр, иә? Не жеген екен? Не жепті? Қуырдақ жепті. Қуырдақ жеген адам не істейді? Шөлдейді. Тірек сөздер тауып алайық. Кім жазып болды? Қол көтере берейік. Мәтін не туралы? Су туралы, иә?
тамаша. Ал кім жазып болды? Оқиық. Оқыған бала өзіне ұқпай алады, ұмытпаймыз, иә? Кім айтады, кім оқиды? Қол көтеріп жүріңдер. Амина, оқи ғой. Мені қолдап жүрген жол бастады, жалға шөл, иә? Ал, аяқ. Асан сәлем бермекші келді, болса өт-өйтер ерекше рақат. Ерекше рақат. Баласа? Асан рақат қолдақ су тәтті өт-өйді ерекше. Тағы бар ма балалар? Қырда өт оқиды. Қолдақ су өт-өйді тәтті ерекше рақат. Тамаша. Ал, Ғадиле. Асан үйін маңды рақат, атымен сәлем ерекше. Жақсы балалар. Аяқтайық. Бәріміз жаздық па? Тамаша, жақсы балалар. Енді Асан қайда бармақшы болды? Ол неге шөлдеді? Ай, көркім айтамын. Қуырдақ жеген содан кейін шөлдеді, иә? Тамаша. Жолда не кездесті оған? Өзен кездесті дейді, солай ма? Қырдаулет? Бұлақ кезі. Бұлақтың суы қандай еді? Мөп-мөлдір. Бұлағы бар жер қандай болады? Бұлағы бар жер қандай болады? Құрақты болады. Ал, неге құрақты болады? Себебі? Себебі ол жерді көп өсімдіктері Өседі. Неге өсімдіктер өседі? Себебі ол жерді Су бар, дұрыс айтасың, тамаша. Бұлақтың суы қандай екен? Мөп-мөлдір дейді. Тап-таза ерекше дейді, иә? Тәтті. Неге тәтті болып тұр ол? Иә, өйткені? Шөл дегенде ішкенде кейін тәтті болып тұр, иә? Негізі бұлақтың суы өте дәмді, тәтті. Тамаша балалар, жақсы. Өздеріңізге жауап берген оқушылар ұпай беріп қойыңыздар қазір. Кім жауап берді, ұпай беріп қойыңыздар бір-бір ұпай. Енді қазір сіздерге 23-ші жаттығу, оқулықтарыңызда 23-ші жаттығу берілгенін оқиды. Мәди оқып жеңізші тезет берілгенін. Жоқ, 23-ші жаттығу. Кешірім өтінеп, 22-ші жаттығу балалар. 22-ші жаттығуды оқып жеңіздерші. Орны ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жазу. Орны ауысқан екен сөйлемдердің соны ретке келтіріп жазу керек. Ал, оқып дайындалып алыңыздар. Кім бірінші сөйлемді дұрыс тапты, айтады, тақтаға орындайды. Егер дұрыс жазсаңыздар, бір ұпай аласыздар. Сан есімді тапсаңыздар, бір ұпай қосылады. Ал, кім жазамын дейді тақта? Али, оқи қойшы. Ол бірінші. Дұрыс па балалар? Жақсы, жаза қой тақтаға. Ормен, тақтаға жаза қой. Амели жазсын, е? Оқулықты алма өзім айтып жер бетінде. Неге жазбай өтсін? Жер бетінде 4 мұхит бар дейді. Мұхит бар. Тамаша. Дұрыс жазма балалар? Жер бетінде 4 мұхит бар. Келесі сөйлемді дұрыс кім тапты? Тамаша тағым тап баласа келе ғой. Оқып жүрші. Олардың саны 30-ға жетеді. Дұрыс па? Ал, кім оқиым дейді? Ай, көркем оқи қойшы. Теңіз одан әлде қайда көп. Теңіз одан әлде қайда көп келе ғой, ай көркем тақтаға жазалым.
әдемі көркем жазамыз, денемізді тік ұстаймыз, дұрыс отырамыз, я? Теңіз, одан әлде қайда көп. Теңіз одан әлде қайда көп. Тамаша, жақсы, рахмет, отыра ғой. Ал. Үшінші сөйлем енді белгілі, я? Оны кім жазады екен? Мен жазамын. Мен жүр жаза ғой, келе ғой. Айтып жүре сөйлеміңді. Олардың саны 30-ға жеткен. Олардың саны 30-ға жетеді. Тамаша, олардың саны 30-ға жетеді. Енді тақтаға балалар сауатты жазып берді, я? Енді осы тақтаға жазылған жаттығудың ішінен нені табамыз? Сан есімді табамыз. Сан есім сұрақтарды айтып жүріңіздер, тез-тез қайталап. Әділі? Қанша, нешінші, неше? Неше? Ал, кім табады? Жер бетінде 4 мұхит бар. Сұрақ. Неше мұхит бар? 4. Амыр, сіз жібер тездеді. 4 мұхит бар, я? Сұрақтарын үстіне карандашпен жазып қойыңыздар. Жақсы. Тағы да сан есімді кім табады? Кім табады тағы да тезет тауы жіберейді ал. Ал. Тербес таба қойшы. Бар ма сан есім? 30. Сыза қойын тез-тез. Сұрақ қойса жолыңызға. Сұрақ қойып жібер. Неше? Дұрыстап қой. Олардың саны неше ма? Қанша? Қаншаға жетеді? 30-ға жетеді. Жақсы. Қаншаға жетеді? 30-ға жетеді. Тамаша балалар, енді жүптік тапсырма. Сіздер көршілеріңізбен 23-ші жаттығуға ойланасыздар. Ойлап тап, ол қайсан екен жасырынған. Оқыңыздар көршілеріңізбен. Бірігіп табасыздар сосын. Кім оқып жібереді? Інжі оқып жіберші. Ойлап тап, ол қайсан. Оңынан оқысаң, олсаң, терісінен оқысаң, олсаң. Оңынан оқысаң да солсан, терісінен оқысаң да солсан дейді. Жүзбен ақылдасыңдар ма? Ол қандай сан? 40. Ал 40-ты жазып көрейік ендеше. Дәптерге жазып қойайық 40-ты. 23-ші жаттығу. Жауабын қана жазайық. Оңынан оқысаң да 10 сан, солдан оқысаң да сол сан дейді. Дұрыс тапқан оқушы кім? Бәрін тапқа? Жақсы, тамаша. Ал,
алып жазып болып па? Жақсы балалар, енді оптық тапсырма топқа бөліне қойыңыздар. Бізден енді 6 топ шығатын шығар, тез-тез бөліне қойыңыздар. Сен бұрыласашы шартқа қарай. 6 топқа бөліне қойыңыздар, тез-тез. Не қасыл дейді. Жақсы. Мен сіздерге мынандай жұмыс беремін, тыңдап алыңыздар. Жұмыстың бірінші мына бетін орындаймыз. Ол жерге тапсырманы толық орындаймыз. Артына сандар берілген. Сол сандарға сөз құрайтын боламыз. Дұрыстамай кеткен да? Міне. Сөз құрайтын боламыз, иә? Қай топ бірінші бітеді, сол топ қана ұпай алады. Бәріміз емес, келістік па? Бірінші мына жағын бірігіп орындаймыз. Төртеуіміз жазыңыздар, әдемі жазатын жазсын ал. Үшеуін қарасыңдар ма? Егер білсең жаза берсін. Уақыт кетті, кездесіңіздер. Үшінші аяқ. Қай топ бірінші болды, белгі беріңіздер ал. Жұмаптан соң бесінші Жақсы, молодцы.
орындады. Ал тез оқып жібер. Балалар, болды. Бер қараймыз. 1, 2, 3. Сөйлестерді толықтырыңыздар. Бүгін 9-ғы, 25 жыл. Bir жылда 12 ай бар. Иә? Өзің оқи берші балаша тезірек. Наурыз жылдың 3-ші айы дейді, дұрыс па? Иә, аптада 7 күн бар. Жұма аптаның 5-ші күні. Bir тәулікте 24 сағат бар, ал 1 сағатта 60 минут бар. Мен 9 жастамын. Мен 3-ші А сыныпта оқимын. Біздің сыныпта 25 оқушы бар. Біздің сынып 2-ші қабатта орналасқан. Жақсы. Құрамында сан есім бар сөз жазар. 8 аяқ, 6 баған, 6, 5 сыр, 7 жүзік. Жүзік. Жақсы, тамаша. Топ өздеріңізге ұпай беріп қоясыздар. Молодцы. Жақсы. Дәптерімізге жазайық. Сөзді бәріміз ана жұмысты қойып қойыңыздар. Қоя салыңыздар. Тез. Дәптерімізді ашайық. Сөздік диктант. Сөздік диктант. Сөздік диктант бүгін ерекше болады. Еғанымызда санға байланысты болады, иә? Енді қараңыздар, жер, су аттары құрамында саны бар. Біреу жазсаңыздар жеткілікті. Айтпа, жазыңдар, сосын өтір қойыңдар. Жаза беріп, айтпа. Құрамында саны бар. Жер, су атты құрамында саны бар. Өтір қойыңыздар. Адамның есімі құрамында саны бар. Молодец. Құс атауы құрамында сан бар. Өтір қойып жаза беріңіздер тез. Айдың аты құрамында сан бар. Өлеңнің аты құрамында сан бар. Кім дайын белгі беріңіздер. Бір бала дайын екен, иә, жақсы екеу көтереміз. Қатты көтеріңіздер. Қатты көтеріңіздер. Үйде тақ бала көріп тұрмын. 5 бала ма? Неше бала? Көтеріңіздер. Тағы да. Ал қаламызды қойып. Үлгермегенде үлгермей қалды, иә? Ал, Айкөркем, жер, су аты құрамында сан бар. Бар ма, жазылды? Оқи қойыңыз. Жазбаған сияқты, иә, Аделя? 2 басты. 2 басты, дұрыс па? Тамаша. Адам есімі құрамында сан бар. Бірлік, жарайды, жақсы. Құс атауы құрамында сан бар. Үнжу. Bir қазан, тамаша. Айдың аты? Айтады. Желтоқсан. Өлеңнің аты? Ал айтамыз. 8 аяғы байқұланбайды өлең, иә? Тағы бар ма басқа? Сан бар ішінде? Өлеңнің құрамында бар, біз өлеңнің аты деп тұрмыз ғой. Жарайды, жақсы, тамаша. Ал енді балалар, біз қазір мен чемпионмын деген әдіспен тез нәрге 3 оқушы келеді. Сабағымызды сонымен бекітейік. Ал 3 оқушы келеді. Кім келем дейді? Келмеген балалар келсін. Кім келем дейді? Аяғы келе қоялық. Қасым келесің ба? Кел. 2 оқушы келе беріңдер. Тұра қой. Сөйле, бірге тұрыңыздар. Қазір бір адам аттап маған дейін келесіздер. Құрамында саны бар мақал мәтел айтасыздар. Алпыстағы атанды жапқанша, алтыдағы атанды жап. Түсінбедік, иә мақалды? Бар
Екеуі дұрыс сұрау? Жүзден түсіндіргенше бірдің Атын біл, молодец. Ал? Жүзден жүйек мыңнан Жақсы. Жігіттің аяғы 8. Жарай. Жігітке жеті Жігітке жеті өнерде аз. өнерде аз дейді, жақсы. 12 айда 13 той жарай. Қазіргі мақал болып кетті ғой, айта бер. Кім чемпион ал тағы біреу айтып жіберіңіздер. Жоқ, екеуі де тең түс. Бес бала. Екеуі де жақсы, иә? Екеуі де тең түсті, екеуі де чемпион. Жақсы. Мінекей чемпионның есінде де маңызда кішкене бірақ мақалды анық толық жаттау керек, иә? Мәні мағынасына қарау керек. Жақсы, рахмет, отыра қойыңыздар. Тамаша. Сонымен біз бүгін сабақта не білдік? Тез айтып жіберіңіздерші. Қандай сөздермен таныстық? Сан есім, жақсы. Нұрдәулет, сан есімді айтып жіберіңіздер. Сан есім ережесі. Сан есім заттың Реті. санының жүреді. Оған сұрақтары нешінші қанша Деген сұрақтарға жауап береді, иә? Тамаша, тағы кім айтады? Танесім туралы тағы не айтасыздар? Тамаша, жақсы. Жақсы балалар ендеше. Үйге тапсырма. 25-ші жаттығу үйде жазып сан есімді тауып келеміз. Қазір сабақ соңында кім қанша ұпай алды? Ұпайларыңызды ал, маған қазір айтатын боласыздар, иә? Жақсы, тамаша. Рахмет. Жақсы. Алдайсыздар ма? Мына мен өздерім бағалаймын. Қазір өзім қоямын. Енді біз өз-өзімізді бағалайық. Бағанағы сіздерге берілген қағаз бар ғой, сол бойынша қазір кім 10 ұпай алды, орнымыздан тұрайық. 10 ұпай алған оқушылар. Тамаша. Ал кім 9 ұпай алды, солар орнымыздан тұрайық. 9 ұпай алғандар кім? 9 ұпай алмадық па? Жақсы, 8 ұпай алған кім екен, орнымыздан тұрайық. Молодцы, өте жақсы, жарайсыңдар. Кім 7 ұпай алды? Жақсы. Ал кім 6 ұпай алды? Жақсы. 4 ұпай, 3 ұпай, 2 ұпай, 1 ұпай алмаған шығармыз, иә балалар? Әлде бар ма? Жоқ, жақсы онда. Бағаларыңызды күнделіктерімізге қойып қоямыз. Жақсы. Бағалап болсақ, енді бүгінгі біздің сабағымыз. Сабақтан не үйрендік, не білдік? Кері байланысқа бағдаршамға келіңіздерші. Егер де түсінетін болсаңыздар, жасылды, сұрақтарыңыз болса сарыны, мүлдем түсінбесеңіздер қызыл бағдаршамның көзін бассаңыздар болады. Келе қойыңыздар, бірінші қатар. Ал басақ. Тездеп жүрдер. Жақсы. Екінші қатар тезірек. Тамаша түсінгенде сияқтымыз, иә балалар, сан есімді? Жақсы. Үшінші қатар келе қойыңыздар. Тамаша, жақсы. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.